гарантия қайда күндіз авария болмайды деген. От этого никто не застрахован. Hakkım var. Al tünde qanday garantiya? Tünde qanday garantiya? Al күндіз қандай гарантия? Statistika. Tünde. Күндізде болмайды. Түнде последний автобус авария болған автобус. Түнгі сағат 11-де болды. Күндіз болды. Түнгі сағат 11-де болды. Таңғы 6-да болды. Таңғы 6-да болды. Таңғы 6-да болды. Таңғы 6-да болды. Деген ой жоқ па не? Ерте ұйықтасын, ерте жатып ұйықтасын. Түнде жүрмесін вообще. Онда лишний сөздер. Азанда жоқ, өткенде соңғы жігіттер мына қара. Гарантия жоқ ол. Жоқ, мен айтайын да, сен айттың, мен сен тыңдадым жаңа. Енді мен айтайын да. Мына не контролируемый нәрсе. Енді мен айтайын. Жоқ, Нұртаза тыңдашы, мен айтайын. Мына соғысып жатқан қазір Белгородской автобустардың басым көпшілігі түнде соғысады. Басым көпшілігі түнде соғысады. Ұйықтап кетеді. Түнде жол тар өзің білесің. Бізде қай бір жолдың төбесінде свет жанып тұр, ешқай жолдың төбесінде свет жанып тұр. Бәрі түнде соғысып жатыр. Мына қаншама адам қырылып жатыр. Осы жарты жылдықтың өзінде 2000-ға жуық Қазақстанның азаматы, сен мен менің бауырым жолда өлді авариялардан. Көрдің ба? Енді егер де автобустардың бәрі күндіз шығатын болса, біз авариялардың санын ең болмаса азайтатын едік. Себебі түнде болатын авариялардың саны күндіз болатын аварияларға қарағанда 3 есе көп екен. Сондықтан бұл ешкімге нұқсан келтірмейді. Егер де біз халықты үйрететін болсақ, егер де сендердің автобустардың ең болмағанда жартысы біз күнде шығамыз, сағат 9-да, 8-де шықсын, кешке дейін Шымкентке барады ғой. Автобустардың басым көпшілігі Шымкентке барады ғой, дұрыс па? Басым көпшілігі Шымкентке барады. Қателесесің. 3-тен 1 ғана барады. Қалғандарға барады. Қалған бар Сарыағаш, Түркістан, Енді Шымкент облысы ғой, Шымкент облысы. Ал облыстарға ар жағында 2,5 сағат, 3 сағаттан уақыт. Енді міне қара, енді сондықтан мына автобустардың тең жарымы ең болмағанда күндіз шықсын таңертең. Күндіз шықсын. Не керек болсын? Не керек? Қалай айтсам? Городской автобустар таңғы 5-тен 6-дан жүрмейді. Сол кезде бар халықтың да қазасын ойлау керек. Азанда келгенде не істейді ол? 6-да жүру керек та. Автобустар таксиге төлейміз онда. Алматыда қандай жол кептелісі бар екенін білесің сен да? Алматыда арғы бастан шыққан адам сен мына жерге 6-ға үлгеріп келеді деген қандай гарантия бересің? Жоқ, машина бірақ бір күн дайындалады, сол күні азанда қырылып шайып жуынып, сол күні енді кешкеге дайындалып үлгерген адам азанға 6-ға үлгере алмай ма не? сен күнде осы жерде абыр-сабыр болып жатсың дейсің ба? Азанға жоқ, азанда келсін, азанда сағат түнгі 4-те, 3-те пойыздарға үлгеріп барып халықтың ойлау керек, бар. Дәл осылай үйрене шығып кеткен 6-да, 7-де, 8-де жүрген үйрене. Жоқ, братан, сен бар ғой, Шымкентте жоқ, өте қиын болса да енді 2000 адам өлсе сонда қиын емес нәрсе ма? Жоқ, ең болмағанда, мына автобустардың ең болмағанда жартысы таңертең шығу керек. Ең болмағанда жартысы таңертең шығу керек, егер таңертең шығатын болса, ең болмаса өліп жатқан халықтың саны азаяр еді. Бұл мына неге базарға немесе мына автобустарға қарсы емес. Бұл сендерге автобустарға қарсы емес. Жоқ, білем ғой, автобусқа бәрібір емес па? Жүргізушіге ол азанда шықты, түнде шықты. Ол бірақ түнде, түннің аты түн. Түннің аты түн. Түнде кез келген трассада бәрі оқыс жағдай көп. Келсесің ғой.